Танымал модельді күйеуі мен қайын жұрты айуандықпен өлтірді. Олар келіншектің денесін жасыру үшін тіпті ет тартқыштан өткізіп, сүйегін қайнатқан дерекке сүйенсек, адам шошырлық қылмыс Қытайдың Гонконг қаласында болды. Танымал модель Эбби Цойдың жоғалған жайлы ақпарат полицияға 22 ақпан күні түскен. Артынша шұғыл іздестіру барысында келіншектің күйеуі мен ата-енесі және қайын ағасы ұсталған. Қайын ағасы Эббидің жеке жүргізушісі болып жұмыс істеген. Ол сол күні келіншекті жұмыстан алғаннан кейін қала сыртындағы жалдамалы үйге алып барады. Сол жерде отбасы мүшелері келіншекті өлтіріп, денесін паршалап тастаған. Қазір басын іздеудеміз делінген полиция хабарламасында. Жалдамалы үйден сондай-ақ ет тартқыш пен 2 үлкен ыдыс және адамның бөлшектелген дене мүшелері табылған. Полицияның алдын ала болжамынша, мұндай қылмысқа қаржы мәселесі себеп болуы мүмкін. Яғни, ата-енесі келінінің қомақты ақша тапса да дұрыс бөліспейтініне қапалы болған. Осылайша, өз балаларын адам өлтіруге итермелеген көрінеді.